Сәлем, менің атым Джейд. Мен бүгін сендерге өзімнің басымнан кешкен оқиғамды айтып беремін. Менің 3 айлығымда анам Рекс деген күшікті үйге алып келген болатын. Ол маған күшті қарайтын. Және де ол жақсы ит болғандықтан біз оны үйде қалдыруға шештік. Ол мені үнемі күзетіп, әрі менімен ұйықтайтын. Және де ол мені үйден күтіп алатын. Ол сондай жақсы ит болды. Тіпті біз бұрын алдында площадкада ойнап отқан кезімізде бізге ата-анамыз алаңдамайтын. Өйткені овчарканың қасына ақымақ адамдар ғана барады деп ойлайтын. Және де сол кезде бір бейтаныс адам келді. Біз оны байқамай да қалдық. Ол кезде Рекс шыбындармен алысып жатқан. Ол бізге 2 дәрі көрсетті. Біз оның қайсысын таңдарымызды білмедік. Сосын оны Рекс тістеп алды. Біз одан оңай құтылып кеттік. Келесі жолы мен бір өзім келе жатқанымда, ол кезде ата-анам мен Рекс 10 километр жердегі ауылға кетіп қалған болатын. Мен қайтып келе жатқанымда, бір адам да менің артымнан келе жатты. Бірақ мен оны басында өз үйіне қайтып бара жатқан шығар деп ойладым. Бірақ ол маған жақындай түскен кезде, ол маған жүгіріп келді. Және де ол менің артымнан шап беріп кетті. Мен оның не екенін де білмей қалдым. Сол кезде қайдан екенін білмеймін, Рексім оны қауып алды. Ол мені енді ұрғалы жатырғанда, ол не істерін білмей қалды да қашып кетті. Біз зорға құтылып үйге кеттік. Сөйтсек, ата-анам ерте келген болды. Мен оған қатты қуандым. Рекске тамақ бердім. Рекс қазір 20-да. Ол қартайды. Ол енді менің қызыма қарап жүр. Мен оның барынша ұзақ өмір сүргенін қалаймын, өйткені ол менің жан досым. Анимация ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.